босанған аналар өздеріндегі эмоциялық өзгерістердің кішкене басқа жағының өзгеріп жатқанын кейде сезіп жатады. А кейде олар сезбей жатады. Енді көп жағдайда сезбейді. Бірақ жаңа тағы да туыстар бар ғой, күйеуі бар, бірге тұратын тағы басқа туыстар бар шығар. Солар да сол эмоцияларының өзгерістерін сезіп жатады. Бірақ сол сезіп жатса да, маманға бармауына, маманның көмегіне жүгінбеуіне не себеп? Бізде жалпы психологиялық мәдениет, психологиялық сауаттылық деген әлі өршіп, әрбір отбасыға жеткен жоқ. Сондықтан психологиялық ойлау жүйесі бар жас келіншек, ол алдын ала дайындалады. Ана күзе сынғаннан кейін емес, күзе сынбастан тұрып дайындалу керек қой. Ал өкінішке орай кейбір келіншектерде сол психологиялық сауаттылық әлге дейін жоқ. Сондықтан жүкті болғанда сіздер мысалы медикке, дәрігерге барасыздар ғой, жүгінесіздер. Сонда жүкті болғаннан кейін неге психологқа, психоаналитикке неге жүгінбеске? Алдын ала барып, бәрін дайындалып, неше түрлі тренингтен өтсеңіз, соның барлығы жеңіл-желпі өтетін еді. Сондықтан бұл тек отбасының кінәсі емес, тек отбасына кінәлай бермейік, бағаналы бері сондай болған сияқты, бірақ әрбір әйел, әрбір келіншек өзіне иығына жауапкершілікті алса. Мен бірінші рет, екінші рет, үшінші рет, алтыншы рет, жетінші рет ана болайын деп жатырмын. Мен қаншалықты соған дайынмын. Қаржы жағынан да, мысалы, жеке бөлме бар ма бұл балаға? Жеке ойыншықты сатып ала салам ба? Ертең өскенде оған айфонға менің ақшам жете ме? Соның бәрін алдын ала неге ойламасқа? Одан кейін эмоциялық тұрғыда. Бұл 5-ші қыз, мен оны жақсы көре алам ба? Әкесі оны қабылдай ма? Бұл кейбір отбасыда керісінше 7-ші ұл. Әрі қыз керек, әрі қыз керек, туа береді. Бір отбасыда 7 ұл. Мысалы, сонда 6-ші ұлды, 7-ші ұлды жақсылап сүюге сіз дайынсыз ба? Сізге қыз керек па? Көрдіңіз ба? Осын әйел өзі ойлану керек. Сіз дайын болсаңыз, ана ретінде жауапкершілікті алсаңыз, онда әрине сіз де бақытты боласыз, сіздің балаңыз да бақытты болады. Барлығын тек күйеуім кінәлі, тек енем кінәлі деп айтып берген ол да қиын шығар. Не дегенде бірінші кезекте жауапкершілік сіздің мойныңызда. Соның сіздің тәніңіз сау ма? Керекті минерал, керекті витамин, соның барлығы бар ма? Ертең тісіңіз түсіп қалмай ма? Ең кемінде болған енді психологиялық сауаттылығымыз, жалпы сауаттылық керек шығар. Сізде кальций, магний, калий, тағы бірдеме деген жетіспесе, әрине сіздің балаңызда ол жетіспейді. Мүмкін содан ертең ол жылап шығатын шығар. Ана жері ауырады, мына жері ауырады. Бар жоғы сіз керек кезінде анемияңызды өлшеген жоқсыз, темірді керек деңгейде қабылдаған жоқсыз. Сондықтан бұл тәніңізді де, жаныңызды да жақсылап дайындасаңыз, осы депрессия болса да ол тұқым қуалаушылық деп айтайық. Бірақ сіз жеңіл-желпі өтіп кетесіз. Енді осы жерде тағы бір сұрақ, жас отбасы әйел мен күйеуі. Сондай жағдайға жетпесі үшін нені білу керек? Күйеу нені білу керек, әйел нені білу керек? Әйелдікін жаңа біз айттық, енді күйеу нені білу керек? Күйеуіне де енді оқуды білетін шығар барлық күйеу. Қазақша аз болса да, бірақ орысша барлығы бар. Сондықтан бала туардан алын, бала дүниеге келуден алын, әкесі, папасы не білу керек деп жазсаңыз, Google тәте сізге барлық жауапты береді. YouTube ағатай соның бәрін көрсетіп береді. Ал бірақ әрине бұл рухани әңгіме. Жұбайыңызбен бірге құшақтасып жатып, ар жақтан, бер жақтан қандай үш тілегі бар, қандай үш арманы бар, соның бәрін орындасаңыз, онда сізге де жақсы, ертең балапанға да жақсы, бүкіл отбасыға да барлық жақсы болады ғой. Өкінішке орай кейде жігіттер өзі қашып кетеді ғой. Олардың да психологиялық проблемасы бар. Мысалы, жақсы көрген қызы, мынандай шынарым, қызыл орамал таққан шынарым деген қыздар, қазір қарны қампиып шығады, оны көре алмайды. Мына жақтағы бейнесі мынандай дюймовочкаға енді қарны қабайған бір каракатица бірдеме, жоқ, керек жоқ, әйеліне жақындай алмайды. Әйеліне жылы сөзді айта алмай қалады. Ал енді соны алдын ала білсеңіз, ойбай, менде осындай ауру бар деп. Маған өте сирек, бірақ сондай келеді. Жаңағы біздің айтқан депрессия, босанғаннан алдыңғы, босанғаннан кейінгі депрессия деген тек әйелде емес, кейде еркектерде де осы балапанның әкесінде де болады. Бірең сараң, бірақ олар енді сауатты еркектер, олар келіп, сізде босанғаннан кейінгі депрессия ғой деп, оны біраз емдеп, әйелі келгенде жоқ, бірақ еркек өзі келді, соны бірнеше айда өзі жазғып кетті. Неден ол қабылдай алмады келіншегінің мынандай болып жүргенін, оған келіншегі нәп-нәзік бұрынғыдай жіп-жіңішке болып жүру керек еді. Ал одан кейін еркектердің тағы қиыншылығы, бала туылғаннан кейін бұрын екеуі ғана құшақтасып жататын еді, енді біреу іңгә-іңгә, түнімен күнімен іңгә-іңгә, бұның жақсы көрген адамын, бұның жақсы көрген келіншегін басқа біреу жаңа нәресте тартып алған болады.
Сондықтан еркектер, папалар өзінің баласымен сайға түседі. Конкурс басталады ғой. Мені жақсы көресің бе? Баланы жақсы көресің бе? Тәйттар, кеттар, жібер ананы. Сондықтан кейде еркектер қуанып қалады. Оның мамасы, ой, менің немерем маған немере керек деп, немересін алып кетсе, бұл қайтадан өзінің келіншегімен құшақтасып жата берсе. Сондықтан осы жерде де еркектер білу керек. Сіз әке болуға дайынсыз ба? Үшінші адамды мына екеуіңіздің құшағыңыздың ортасына қабылдауға дайынсыз ба? Сонда күйеу болу деген бұл бір әңгіме, әке болу деген бұл басқа екінші әңгіме. Сондықтан әке болуға арнайы психологиялық тренингтерден өтсеңіз, әрине сіз көмектесесіз, өзіңізге көмектесесіз, жұбайыңызға көмектесесіз, бүкіл отбасыға көмектесесіз. Түсінікті. Енді тағы бір сұрақ, жаңағыдай біздегі қоғамның арасында көптеп кездеседі, қазақи қоғамның былайша айтқанда ене менен келіннің арасындағы қандай да бір талас деймін ба, қақтығыс деймін ба, білмеймін, немере дүниеге келгеннен кейін, жаңағыдай бала дүниеге келгеннен кейін кішкене демалып қалса, қайта-қайта түрте беретін енелер болады екен. Ал не болмаса енді жаңағы келін тарапына жағынан мүлдем бөлмесінен шықпай қояды дейтұғын. Маған немеремді көрсетпейді, бөлмесінен мүлдем шықпайды, мүлдем бөлмесін желдетпейді деген сияқты ене тарапынан да жалып түседі, шағым түседі, келін тарапынан да шағым түсіп жатады. Осы уақытта осы екеуінің арасында осындай бір түсініспеушілік болмасы үшін екеуіне нені білу керек? Келін ретінде жаңағы босанған анаға, ене ретінде жаңағы немересін дүниеге алып келді, онда сол екеуінің арасында қандай нәрсені бір ортада ұстау керек болады? Екеуіне де сана жетіспей тұр ғой, екеуіне де психологиялық мәдениет жетіспей тұр. Ана болу керек, әже болу керек. Кейде әжелер мен өзім ана болам, сенен жақсы, мен тәжірибем бар, мен мына балаға жақсы ана болам дейді. Сонда ол әже болмай ана болып кетеді ғой. Ал ана болу керек, сонда өзінің баласының әжесін сыйлау керек. Бұл тек бала менікі дейді, ол баланың туған туысқаны бар, онымен қарым-қатынас болу керек, оны қазір ойламайды. Ал бірақ бұл біздің бағаналы бері айтып жатқан депрессияның бір белгісі. Кейде бейсаналы түрде өзінің балапанын жаңа босанған әйел өтте жек көреді, бірақ сол жек көргенін көрсетпеу үшін оны қатты құшақтап алады да, керісінше жасайды. Мен оны жақсы көремін, сендер бәрін жақсы көрмейсіңдер деп. Ал сонда психологиялық мәдениет болса, енесі сәл өзін шетке тартса, келіншек өзін сәл шетке тартса, онда жалпы екеуін жақсы көріп тұрған балапанына кеңістік мол болатын еді. Анасынан да махаббатталады, әжесінен де махаббатталады. Бірақ бұл енді сәл басқаша тақырып, келін мен ене деген үлкен өзі жеке тақырып. Мына жерде айтып кететін, мен бағана айттым ғой, регрессияға түсіп кетеді келіншектер деп. Сондай регрессияда бұл кішкентай қызда бұрынғы жасөспірім кезіндегі өзінің анасына, өзінің шешесіне деген өкпелердің бәрігін қазір үйеме табақ қылып, енесіне төге береді. Не дегенде бізде енді заң бойынша бұл жаңадан қабылдаған мамасы болып тұр ғой. Енені көп адам кейде мама дейді ғой. Сонда бұрынғы жақтағы өзінің туған мамасына деген өкпелер, ашулар қазір мына ененің басында бейшара енелерді кейде аяп кетуге болады. Әрине ененің де өзінің кемшіліктері бар, бірақ кейде ене тек өзінің кемшілігі емес, келіннің анасының кемшіліктері үшін жауап беру керек болып тұр. Сонда психологиялық сауаттылық болса, келіншек түсінетін еді. Дәл қазір мен кімге ренжіп тұрмын? Өзімнің анама ма, мынау қараңғағыр енеме ма? Ене болу керек, биологиялық мама ол өзінің мамасы болу керек. Тағы бір сұрақ, босанған ана перзентханадан келді. Енді босанған анаға жан-жанындағы адамдар, ол күйеуі, ол енесі, ол атасы, ол басқа да адамдар қандай қолдау білдіру керек? Мүмкін жақсы сезімдерін, махаббатты, сүйіспеншілікті аямау керек шығар. Өкінішке орай көп адам өзін-өзі жақсы көрмейді, сондықтан келінді ол қалай жақсы көрсін. Көп отбасыда осы махаббат, сүйіспеншілік жетіспейді. Осы келін біздің отбасыны кеңейтіп жатыр, біздің отбасыға тағы да бір немерені алып келіп жатыр деген бір сыйластықты келініңізге бере алсаңыз, соны сіздің сыйлағаныңызды келін сезіне алса, онда дау-дамай мына отбасыда азаятын еді. Өкінішке орай ол қазірше әлі көп отбасыда әлі жоқ нәрсе. Енді осы жаңағы психоэмоционалдық бұзылыстан, депрессиядан қалай шықса болады, немесе қалай алдын алса болады? Бағаналы бері айтып жатқан әңгіменің бәрін мұқият тыңдасаңыз, бірінші, екінші, үшінші деп соның бәрін орындасаңыз, онда әрине алдын алуға да болады,
кейінгі болған нәрсені де жуып шаюға болады. Психологиялық сауаттылық, психологиялық мәдениет. Әрбір отбасындағы адам өзін жақсы көрсе, онда сол кеше ғана босанған келіншекті жақсы көре алады. Көрдіңіз бе, сіздің ішіңізде сарымай жоқ болса, сіз ешкімге сарымай бере алмайсыз. Менің айтып жатқан бана махаббат дегенім жылы сөз, жылы сезім ішіңізде бар ма, жоқ па? Ішіңізде бар болса, онда әрине кеше ғана жақсы көрмей жүрген келінді бүгін неге жақсы көрмеске? Кеше ғана ол жарайды өзімен өзі болды. Бірақ бүгін ол сіздің ұрпағыңыздың жалғастырушысы, сіздің немереңіздің мамасы ғой. Немереңізді жақсы көрсеңіз, неге немереңіздің мамасын жақсы көрмейсіздер? Мысалы, бағана айтып кеткен ажырасу дегендерде, ой, кетсе кете берсін, ол қап-қара келіншек кімге керек десе, менің қызым тағы да қатын емес, тағы да қыз алады дейсіздер. Бірақ ол бірінші келінмен сіздің немерелеріңіз кетті ғой. Сонда әже ретінде, ата ретінде, аға ретінде, әпке ретінде неге сол немерелерді өзіңіздің руыңыздың, өзіңіздің ұрпағыңыздың тұлпарлары неге іздемеске? Сіздер келіншекті жек көресіздер, сөйтіп келіншектің баласын да жек көресіздер. Бірақ ол тек келіншектің баласы емес қой. Ол сіздің де ұрпағыңыз, сіздің де балаңыз емес па? Осы жерде ойланып көріңіз. Қазақтың қоғамы нықты қоғам, қазақтың қоғамы жақсы қоғам деп мақтануды білесіздер. Ал сол қазақтың қоғамын ыдыратып атқан сіздер үлкен ұрпақ, алтын ұрпақ, сіздер емессіздер ме? Алтын сөзбен, ақылды сөзбен келіншекті тоқтататын. Жарайды, жұбайлар ажырағанның өзінде де немерелер ата әжесінен ажырамайды ғой. Неге іздемейсіздер? Менде білесіздер ме, кабинетіне неше осындай жылап келетін сіздің немерелеріңіз? 18-де, 20-да, кейде 35-те. Әкесі тірі, әлі әкесін көрген жоқ. Әжесі тірі, әжесіне барса, әжесі есікті жауып қойды. Қандай мен сонда солармен бірге сіздерді жек көріп кеттім. Сонда сіз қандай әжесіз? Сіз қандай әкесіз? 25-тегі қыз өзің стипендиясын, ақшасын жинап, айдаладағы бір ауылға барып сізді іздесе, ойбай, менің екінші әйелім сені көрмесін, ойбай, ол мені ұрсады деп, бір деген автобусқа отырып, қызды қайтарып жібердіңіз. Әрине мен сол қызбен бірге жылаймын, әрине сол қызбен бірге мен сізді жек көремін. Сонда қандай әкесіз? Қандай әжесіз? Сонда қазір жақсы әке болсаңыз, жақсы ана болсаңыз, сіздің кішкентай ғана нәрестеңізді, сіздің отбасыңызға әкеп тұрған әйелді, жарайды қап-қара болсын, жарайды иісі онша жақсы болмасын, бірақ сіздің отбасыңызды ұлғайтып жатқан әйелге неге құрметті көрсетпейсіздер? Неге сәл болмаса бірнеше айға шыдасаңыздаршы? Сонда ол депрессиядан шығады, қайтадан шауып кетеді, қайтадан сіздің шайыңызды құйып береді, қайтадан жұмысқа барып, ақшасын сізге әкеп береді. Осы отбасыға келіп жатыр ғой. Сол келіншек бәрін өзі жеп жатқан жоқ шығар. Сондықтан сіз жақсы көресіз бе? Мен ойлаймын, кейде осы депрессияны емдеудің бір-ақ жолы бар. Өзіңізді жақсы көріп сыйласаңыз, келіншекті жақсы көріп сыйласаңыз, бүкіл отбасы мүшелерін бір-біріңізді жақсы көріп сыйласаңыздар, депрессиядан оп-оңай құтылып кетуге болады. Енді тағы бір сұрақ, жаңағы бала жөнінде айттық қой, мен бір жерден оқығам, баланың ең алғашқы жаңағы өзіңізді бір айтып өттіңіз ғой, психологиясының фундаментінің қалануы 1 жасқа дейін деп оқығам. Осы сұрақ осы бойынша жаңағы депрессияға түскен анасы бар, не болмаса тағы да әкесі бар. Осы ана мен әкенің эмоциясы балаға қалай әсер етеді? Бала оны қалай алады өзіне? Әрине. Көрдіңіз бе, бала сізге сөзбен оны жеткізе алмаса да, бірақ денесімен, тәнімен, жанымен бәрін сіңіріп алады. Сонда мына отбасыда кикілжің көп па? Күніге әкесі мен шешесі ырылдасып жатыр ма? Е бір-бірін құшақтап, иығын сипап, маңдайын сипап, тыныш қана екеуі сөйлесіп жатыр ма? Сонда қандай отбасыда өмір сүрсе, ашуланшақ отбасыдан ашуланшақ бала шығады. Тыныш қана жымиып отыратын отбасыдан тыныш қана жымиып отыратын бала мына дүниеге шығады. Сондықтан өзіңіздің балаңыздың психикасы сау болу үшін қысатын жерді қысу керек, бақыратын нәрсені бақырмау керек. Тек қана бала жоқ жерде мүмкін, әрине әр отбасыда бар ғой дау-дамайлар, бірақ оны бала жоқ жерде дауысты көтермей әңгімелесіп алуға болады. Менде кейде осындай клиенттер болады, оған өте қуанамын. Ешқашан мама мен папаның бір-біріне бақырғанын көрген жоқпын, естіген жоқпын деп. Мен қандай тамаша отбасы. Сонда әкесі де шешесі де баласын сыйлап, баласының психологиялық жағдайын комфортты жасап, өзінің шыдайтын жерінде шыдап атқан шығар. Соны сіздер жасай аласыздар ма? Адамның жасағанын адам жасайды ғой. Неге соны жасамасқа?
Енді соңғы сұрақ осындай жағдайға түскен, яғни босанған аналар жаңағы психологиялық бұзылысқа түскен болсын, депрессияға түскен болсын, өздері былайша айтқанда психологқа жүгіне алмайтын жағдай болады кейде да. Мұнда бізде енді қаланың ішінде кез келген жерде бізге қолжетімді, бірақ шалғай ауылдарда ол бізде қолжетімсіз. Бірақ қазіргі уақытта интернет дамыған. Сол интернеттен бізде қандай да бір қоғамдық ұйымдар, не болмаса бір сол жерге тіркеліп, сол жерден бір көмек ала алатын жерлер бар ма? Ондай көп, оны іздесеңіз табасыздар. Енді дәл бәрі қазақша деп айта алмаймын, бірақ орыс тілінде, ағылшын тілінде ондай орталықтар өте көп. Бәрі тегін ғой. Бағана мен айтқан Google мен YouTube-ке орысша жазсаңыз, қазақша жазсаңыз да неше түрлі тегін өзіңіздің сұрақтарыңызға жауапты ала аласыз. Ал бірақ шалғай ауылдарда да қазір мысалы біздің психоанализ институтының шәкірттері сол жерде де жұмыс істеп жатыр. Сондықтан неше түрлі ауылдарда іздесеңіздер табасыздар. Енді оның барлығы психоаналитик деп жазбайды. Не дегенде олар әлі үйреніп жатыр, оқып жатыр. Олар психолог деп өздерін жазады. Сондықтан қазір неше түрлі ауылдарда, кішкентай бір ауылдарда менің шәкірттерім бар. Іздесеңіздер оны табасыздар. Онда мүмкін Инстаграмнан мені табыңыз, WhatsApp-тан мені табыңыз, мен сіздерге солардың тікелей сіздің ауылыңыздан, білмеймін ғой, Зайсан, Шиелі, Жетісай, тағы бір кішкентай нәрселер. Енді облыстың орталығын айтпағанның өзінде сол жерлерде де шәкірттерді тауып алуға болады. Онда сіздікін біз көрсетіп қоямыз. Онда сөйтіңіз. Оқырмандар. Онда сіздің бәріңізге айтайын, қазір менің шәкірттерім акция өткізіп жатыр. Бір сессия 45 минут, 1000 теңге. Мен ойлаймын енді, жетімнің жетімі, кедейдің кедейі 1000 теңгені Қазақстанда қазір таба алатын шығар. 10 рет 1000 теңгеден 10.000 теңге тауып барсаңыз, әжептәуір өзіңізге көмек алып аласыз. Сондықтан 2 қабат болдыңыз ба, 10 сессияға барыңыз. Перзентханаға ертең барам деп жүрсіз ба, 10 сессиядан өтіңіз. Перзентханадан, мысалы менің клиенттерім 1 сағат қалғанда консультация алады, босанып болғаннан кейін тағы да звондап, WhatsApp-тан тағы да консультация алып жатыр. Сондықтан сіздер де өзіңізді өзіңіз сақтаңыз, барыңыз. Ол қазір тек сол депрессияға қатысты емес, білмеймін, енеңізге өкпелеп жүрсіз ба, күйеуіңізге өкпелеп жүрсіз ба, кішкентай балапанға өкпелеп жүрсіз ба, психологқа барыңыз. Анна ханым, үлкен рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, біраз уақыт сұхбат беріп, көптеген ашылмай жатқан тақырыптардың өзін жақсылап, қарапайым қазақтың тілімен жеткізіп ашып бергеніңізге үлкен рахмет сізге. Жақсы. Сау болыңыздар.